Саламатсыздар ма, Арқалық қаласының тұрғындары? Мен Астана қаласындамын. Өздеріңіз білесіздер, мінекей Аманат партиясының жастар қанаты, жастар рухының ғимаратындамыз, офисындамыз. Жастар рухының төрағасы Нұржан Арғынұлы. Осы кісіге мен әрбір кездесуімде Арқалыққа шақырып, осы Арқалықтағы жастарға көңіл бөліп, жобаларды бірге асырайық деп ұсыныс білдіргенмін. Қуанышты жаңалық, Нұржан Арғынұлы әдейілетіп, келесі жылы осы арнайы Арқалыққа келіп, сол жердегі жастармен бірлесіп жобаларды қолға алатын болады. Соның біреуі өзі айтса. Біріншіден қайырлы күн. Енді жобалардың легі көп. Әрине барлығы бұл жастардың бойында өмірге қажетті қабілеттерді дамытуға бағытталған. Сондықтан да Құдай қаласа енді өзіңізбен де айтып жатырмын, өзіме де өте маңызды, аса маңызды Арқалықтың жастармен барып, сол жердегі мәселе бойынша жоспарлап, сол жерде сондай жұмысты ұйымдастырып, сондай спорттық алаңқайларды сол жерде халыққа орнатуға тырысып, барынша соған бейімделетін боламыз. Бұл да біздің Арқалық жастарына үлкен бір көмек болады деп, өйткені спорт қазір ең басты орында деп айтуға болады. Және ең соңғы Арқалық қаласының тұрғындарына сәлем айтсаңыз, жастарына сәлем айтсаңыз. Біздің еліміз үшін, халқымыз үшін 22-ші жыл аса бір маңызды, соңғы уақыт жалпы аса бір маңызды тарихи кезең десем қателеспеймін. Көрдіңіздер, енді елімізде көптеген жаңа өңірлер ашылып жатыр. Менің ойымша енді Құдай қаласа Арқалық қаласы алдағы уақытта дамып, сол қала шынымен де жастардың, азаматтардың сол жерде өсіп өнуіне, дұрыс тәрбие беруіне, бала-шағаларына мүмкіндік жасайтын Қазақстанның ең бір көрікті, әдемі қалалардың бірі болатынына өзім кәміл сенемін. Арқалықтарға жеке өзімнен, жастар рухынан сәлем жолдаймын. Құдай қаласа көріскенше.